Сәлем құрметті жан, каналға қош келдің. Тіркеліп, лайк басып, комментарий қалдыруды ұмытпа. Брайан Трейси. Ақиқат барлық жерде. Әр адамның даралығы мен өзгешелігі адамзат болмысының бөлшегі. Әркімнің туа бітті ерекше қасиеті болады. Мақсатты орнатуда, демек сіздің де соны іске асыра алатын да, орындай алатын да күшіңіз болады. Ең басты инвестиция өзіңізге арнағаныңыз. Білімге, жауапкершілікке, дамуға аямау. Қабілетіңізді шыңдап, ой-өрісіңізді кеңейту. Естуіміз бойынша, орташа адам өз потенциалының тек 10% ғана пайдалана алады екен. Өкінішке орай, университет Стэнфордтың айтуы бойынша, орташа адамның шамамен 2% ғана психикалық әлеуеті жұмыс жасайды. Қалауды дамыту. Барлық мақсаттарға жетудің бастауы бұл қалау. Егер сіз шынымен жетістікке жеткіңіз келсе, мақсатқа деген қалауды, ниетті дамыту керек. Өзіндік бір күш пен тылсымның алға бастайтынына, жаңа бір серпіліс беретініне куә боласыз. Бір нәрсеге қол жеткізу үшін алдымен уақыт керек. Соңында жемісін көру. Үлкен мұнай миллиардері Хант бір кездері жетістіктің негізгі құпиясы туралы сұрады. Ол табысқа тек екі нәрсенің керегін және екі нәрсенің талап ететінін қайталап айтты. Алдымен, ол сіз не керек екенін дәл білуіңіз керек, ал көбісі осы тұрғыдан дұрыс шешім қабылдамайды. Екіншіден, жетістіктің бағасын анықтау, яғни сөздің құнын қоюы. Уәде беріп, мойнына алғасын соңына дейін жеткізуге міндеттісің. Және үнемі жұмысыңа тиянақты, ұқыпты бол. Табыстың кафетерия үлгісі. Өмір мейрамханаға қарағанда швед үстелі немесе кафетерия сияқты. Мейрамханада кешкі асын ішіп, кейін шотты төлейсіз. Бірақ швед үстелі немесе кафетерияда сіз өзіңізге қызмет етуіңіз керек. Кейін шер алдында сіз алдымен толық төлем жасайсыз. Көптеген адамдар ойлаудан қателеседі. Олар табысты, тәжірибелі болғаннан кейін ғана төлем жасайды. Өмір пешіне маған алдымен жылулық беріңіз, кейін ағашқа тұтататын боламын дейді. Мотивация беруші спикер Зиг Зиглардың бір айтқанында, жетістікке деген лифт жұмыс істемейді, бірақ баспалдақтар әрдайым ашық болады. Аристотельдің тағы бір маңызды ескертпесі. Адамның барлық әрекеттерінің түпкі мақсаты бұл жетістік және жеке бақыт. Сіз не істесеңіз де, бақытыңыз үшін, болашағыңыз үшін жасайсыз. Бақытқа қол жеткізуде табысты, не жеңіліс табуыңыз да мүмкін. Бірақ сіздің бақытыңыз әрқашан сіздің түпкі мақсатыңыз болады. Бақыттың кілті. Мақсаттарды орнату, оларға күнделікті жұмыс істеу, сайып келгенде оларға жету өмірдегі бақыттың кілті. Толық потенциалды ашу үшін тұрақты бір әдетті қалыптастыру керек. Нақты іспен көрсету арқылы жүйелі жұмыс, дұрыс ойлана білсеңіз болғаны. Осы сәттен бастап басқарылатын зымыран сияқты организмді іздеуге ұмтылу керек. Өмірде ащының да, тұщының да, жақсының да, жаманның да дәмін татып көру керек. Шектен шықпай бәрін көріп, сезінуге болады. Ең бастысы, мақсатқа адалдықпен, таза еңбекпен жеткенде ғана қайырымы болатынын ұмытпаңыз. Қайғы келсе қарсы тұрыңыз. Қиындықтың барлығы уақытша екенін, әр істің бір қайырымы болатынын, тек жақсылықтың болатынына сеніңіз. Егер жазба ұнаған болса, лайк басып, комментарий қалдырып, каналға тіркелуді ұмытпа. Саған бақыт тілеймін.